Аяқ киімнің төбесін тоқу үшін келесі кезекте мына тұстағы қабырғадан 15 ілмек санап шығамыз. Міне мына тұста бізде ең бірінші ілмек, мінекей төбесінде осы ілмектеріміз көрініп тұр. Соны санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Келесі 15-тен кейінгі 16-шы ілмекке өткіземіз крючокты. Міне менде 16-шы ілмек өткізіп аламын. Енді осы тұстан бастап қазір төбесін тоқып бастаймыз. Жіпті аламыз және келесі бетке өткізіп аламыз. Яғни бергі бетіне өткіземіз да. Жіптің ұшын ұзындау қалдырамыз да ары қарай тоқуды бастаймыз. Ең бірінші кезекте 3 ілмек көтеріп аламыз. Әрдайым тоқыманың басы 3 ілмекпен басталады. 1, 2 және 3. Келесі кезекте бір ішке, бір сыртқа кезекпен тоқимыз. Мына тұста көтеріп алған ілмек сыртқы бетінде тұр. Демек, мен қазір келесі ілмекті ішкі көрінісінде тоқимын. Яғни, бірден жаңа көтеріп алған ілмектен кейінгі қандай баған тұр, соған қарай тоқып кетеміз. Ішкі баған, келесі сыртқы баған. Тоқу жағы өте түсінікті деген ойдамын. Ендігі қолымызда барлығы жаттығып қалды. Осы кезекпен ішке сыртқа тоқып отырып, келесі бөлігінде 15 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Яғни қазір тоқып келеміз да, мына бетінде 15 ілмек қалғанға дейін бір ішке, бір сыртқа тоқып шығамыз. Яғни екі беті бірдей болу керек. Міне мен қатарды тоқып алдым. Бір ішке, бір сыртқа бағандармен. Келесі екінші қатар тоқыманың басына келдік және 3 ілмек көтеремін. 1, 2, 3 тоқыманы айналдырамыз. 3 ілмек көтеріп тоқыманы айналдырып алдық. Енді ары қарай қазір біз 2 ілмектен қосып тоқимыз. Ол үшін бірінші тоқыманың басында 3 ілмек көтергеннен кейін келесі бағанды жай ғана қарапайым тоқып аламыз. Яғни қараймыз, мінекей бергі бетіне қарап жатыр. Яғни қазір сыртқы бетіне қарап жатқан көріністе және соны орап алып бір ілмекті тоқимыз. Яғни бір бағанды тоқып аламын. Ал ендігі келесі екі бағанды бірге тоқимыз. Енді келесі кезекте екі бағанды біріктіріп отырып тоқимыз. Жіпті іліп аламыз және келесі сыртқы бетіне, яғни арғы бетіндегі бағанды орап іліп аламыз және көтереміз. Және алғашқы екі жіптен өткіземіз. Іліп алып. Және қалдырамыз ілмекті. Енді келесі бергі бетіндегі бағанды тоқып аламыз. Және жіпті орап шығарамыз. Бұл жерде де алғашқы екі ілмектен өткіземіз. Міне, бізде 3 ілмек бар. Енді жіпті орап, бірден осы 3 ілмектен өткіземіз. Келесі, мінекей, екі ілмекті біріктіреміз. Бірінші арғы бетіндегі ілмекті іліп аламыз. Бағанды, яғни алғашқы екі ілмектен өткіземіз. Және келесі бергі бетіндегі бағанды орап тоқимыз. Және алғашқы екі ілмектен өткіземіз. 3 ілмек, енді жіпті іліп алып, үшеуінен бірге өткіземіз. Осындай кезекпен тоқылады. Мінекей, келесі және жіпті іліп шығарамын. 3 ілмек, жіпті іліп, үшеуінен бірге тоқимын. Міне осындай кезекпен айналдыра тоқыманың соңына дейін осы ілмектерді біріктіріп отырып тоқып шығамыз. Ең соңында қалған бізде 3 баған барлығы. Біреуі арғы бетте, біреуі бергі бетте және көтеріп алған 3 ілмек қосқан кезде барлығы 3 баған. Оны ешқандай қысқарту жасамай тоқып кетемін. Міне арғы бетінде жатқан бағанды орап алып, өзін ғана тоқимын.
тұста мен үлкен ілмек бізбен тоқып кетіппін. Келесі бергі беттегі бағанды жай ғана тоқып кетемін. Және соңғы баған менде көтеріп алған 3 ілмек, соның 3-ші ілмегінің ортасынан өткізіп аламыз бағанды, тоқып аламыз, яғни соңғы бағанды да тоқып алдық. Міне мен қазір видеодан тыс қате кеткен жерлерін түзетуге тырысамын, яғни созылыңқы болып тоқып кеткен тұстарын. Жалпы тоқылу әдісі осындай болады. Ендігі кезекте біз жіпті қимай бірден осы төбесіндегі кескінді орнатып кетеміз. Төбесін бекіту үшін мына тұстағы жиегіндегі ілмектерді санап шығамыз. Енді барлығы менімен бірге дәл осындай көріністе тоқып жатсаңыздар, яғни табаны барлығы бірдей аралық. Онда бұл тұста 38 болады. Негізі 39 болу керек мына ілмекті қосқанда, бірақ бұл жерде біз жаңа жіпті шығарып алғаннан кейін бұл ілмектен іліп алып ары қарай тоқып кете алмаймыз. Сол себепті барлығы 38 ілмек бар. Енді осы мотивтағыны санаймыз. Бұл жерде 58 ілмек қалды. Сіздер де дәл мен сияқты санап алыңыздар. Мына тұстағы аралықтағы ілмекті және келесі мотивтағы ілмектердің санын. Бұл жерде 58 шығып тұр. Мына тұста 38. Демек мен мына тұстан мотивтан 38 ілмекті мына аралыққа бекітемін қазір. Сол кезде барлығы 58 болса, 58-ден 38-ді алып тастасам, ар жағында 20 ілмек қалады. Оны біз келесі бөлікке бөліп тастаймыз. Яғни бізде осындай көріністе тұрады. Сол кезде мына тілшенің оң жағынан 10 ілмек және келесі сол жақ тұсынан 10 ілмектен қалдырамыз. Яғни тілшенің міне дәл осы түбіндегі ілмекті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10-шы ілмек. Демек, осы 10 ілмекті қалдырамын да 11-ші ілмектен бастап, міне осы тұстан бастап бекітуді бастаймын. Демек, мына аралықта қазір бірінші ілмек осы аралыққа өткізіп алайын. Енді мына тұстағы қайтадан қазір 10 ілмек кері санап алайын тілшеден. Міне менде 10-шы ілмек, соның қасындағы 11-ші ілмекке өтемін. Және осы тұстан бекітуді бастап кетеміз. Мінекей, осылай екеуінің де екі арқасынан өткізіп аласыздар. Одан кейін жіпті іліп шығарамыз бергі бетке және бір ілмек көтереміз. Енді келесі екінші ілмектерді де дәл солай ары қарай тоқып жалғастырып кетеміз. Міне осындай әдіспен. Бұл жерде столбик без накида тоқылады. Келесі ілмектерден өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Және осы екі ілмектен өткіземіз. Ары қарай тоқуды жалғастырамыз. Келесі ілмектерден өткізіп аламын да жіпті іліп шығарамын. Және екі ілмектен бірдей өткіземін. Міне осы әдіспен теңестіріп тоқып кетеміз. Енді кейде болып жатады. Бір ілмекке көп болып қалады осы мотивта. Немесе мына тұста бір ілмекке кем тоқылып кетеді. Мен енді алдыңғы аяқ киімдерде неге екен сондай айырмашылық болды. Сол кезде егер екі шетіне де бірдей 10 ілмектен бөлінбесе, яғни бір жағында 9 ілмек, бір жағында 10 ілмек, немесе бір жағында 11, бір жағында 10 ілмек қалып қалатындай көріністе шығып қалса, есептеу кезінде, онда бұл жерде кескіннен екі шетінен бірдей қалдыра бересіздер. 10 ілмек және 10 ілмек. Ал осы бір ілмекті біз мына тұстағы бір аралыққа тоқып кетеміз. Яғни қазір түсінікті болу үшін, егер кескінде бір ілмек артық болып қалатындай қалса, яғни 58 емес 59 ілмек болып қалған деп есептейтін болсақ, онда мінекей бергі жақтағы аралыққа өтемін.
егер осы тұста бір ілмек артық болып қалса, оны келесі әдіспен білдіртпей тоқып кетеміз. Мінекей, біз жаңа соңғы шығарып алған ілмегім міне қайтадан осы ілмекке өтемін. Ал келесі мотивтан кезекті ілмекті іліп аламын. Мінекей, жаңа артық ілмекті, яғни осы бір аралыққа екі ілмек тоқып кетеміз. Осылай біз ары қарай тоқуды теңестіріп, ешқандай қиындықсыз тоқып шығамыз. Келесі бізде мотивті тоқыған кездегі жібіміз бар. Соны бірден тоқыманың арасына жасырып кетеміз. Қазір сол аралыққа дейінгі тоқып алайын. Бұл жерде жіпті тартып бірден тоқып кетеміз. Қазір бір-екі ілмек қалыпты. Келесі кезекте мінекей келіп қалдым. Міне осы бекітіп алған ілмектің алдындағы ілмекке де келдім. Соны тоқимыз. Және келесі ілмекке келген кезде мына жіпті тартып арқасынан өтеміз да мына тұста бірден кішігірім түйін жасап қойсақ болады. Қазір мен кадрдан тыс түйін жасап алайын. Міне мен осы тұста түйін жасадым. Қазір жіпке жасырып кеткенде ілмектердің астынан көрінбей қалады. Келесі ілмек. Және жіпті осылай бірден осы мотивтің бойымен бірге ұстап отырсаңыздар, жасырылып қалады. Және ұшын оттың көмегімен бекітіп отыруды ұмытпаңыздар бірден, өйткені тез тарқатылатын жіптердің бірі. Мінекей, осындай әдіспен қазір мен соңына дейін бекіту жасап алайын. Міне мен барлық тоқманы аяқтадым, яғни бекіту жасалынды. Енді жіпті қиямын. Жіпті қиып, осы ілмектің ортасынан өткізіп аламын. Жіпті тартамын және. Мінекей, осымен біз аяқтадық, бекіту жасап алдық. Ендігі кезекте мына тұста екі жиегіне жай ғана қарапайым соединительный ряд жасаймыз. Дәл осы арқа бөлігіне жасағандай. Себебі мына тұстары созылып кетпес үшін сол әдісті қолданады. Енді бірден осы қабырғасының тоқылу жолын көрсете кетейін. Мен ендігі төбесінің тоқылуын қазір толық көрсетіп кеткен болатынмын. Енді бірден осы тұсы қалай тоқылады. Келесі бізде соңғы аралық осы екі жиегін тоқып алу. Себебі кейін кию барысында осылай созылып кетпес үшін артқы бөлігіндегі бір соединительный рядты қайталаймыз. Менде ендігі осы жіп жеткілікті. Мен жаңа видеодан тыс бірінші тоқып тастаған болатынмын. Одан кейін тарқатып қайтадан сіздерге көрсетейін деп шештім. Себебі мен ұмытып кетіппін көрсетуге. Енді бұл тұста ең бірінші ілмекті табамыз. Жиегінде қарайтын болсақ, міне бізде соңғы көтерілген ілмек осы, дәл соның қасындағы ілмек. Міне осы ілмекке өтеміз. Енді жіпті аламыз. Келесі кезекте жіпті іліп шығарамыз осы аралықтан. Және бір ілмек көтереміз. Енді бірден келесі ілмекке өтеміз. Жіптің ұшын кейін жасыратын боламыз. Келесі ілмекке өтеміз да жіпті іліп шығарамыз. Және бірінші ілмектен өткіземіз бірден. Енді келесі ілмекке өтеміз да жіпті іліп шығарамыз және осы бірінші ілмектен өткіземіз. Осы әдіс яғни қайталанады. Мінекей соңына дейін осындай әдіспен тоқып кетеміз. Мына жерде жіптің ұшын тартқан кезде барлығы бір қалыпты болады.
көрініп тұр деген ойдамын. Міне осындай біз жиегін, яғни қатайтып аламыз. Қазір соңына дейін тоқып тастайын, сосын көрсетемін. Міне соңғы ілмекті де тоқып алдым, және осы тұста бізде арқа бөлігінің ілмегі басталады екен. Соның алдында міне осы көрініс тұр, яғни аралық тұр. Бұл жерге де бір ілмек тоқып кетсек болады, артық болмайды. Міне тоқып шығардық. Енді жіпті тартып осы аралықтан шығарып аламыз. Неге жіпті тартатын болсақ, осындай көріністе болады. Енді жіпті арғы бетіне өткіземіз да осы аралықтан өткізіп кішігірім түйін жасап, жіптерді жасырып шығамыз. Сол кезде осындай көріністе болады жиегі. Екінші жиегінде ендігі мен тоқып алған болатынмын. Неге екінші жиегінде де дәл сол көрініс. Міне осымен шеберлік сабақ аяқталды деуге болады. Енді біздің шеберлік сабақ аяқталды, және тоқылған кезде толық нұсқасы осындай көріністе болады. Міне түймелерін өздеріңіз қарапайым жіппен орнатып аласыздар. Міне мен әдейі біреуін ашық қалдырдым. Осындай көріністе алғашқы екі көзін осы жерге қойып, түймені қай тұсқа қоятындарыңызды белгілеп алсаңыздар болады, және жоғарғы жағына жақын орнатамыз. Мінекей. Бұл жерде міне байқасаңыздар, шығып тұрған, бергі бетіне қарап тұрған бірінші, екінші бағанға тоқыдым. Одан кейін бергі екі шығып тұрған бағанды өткізіп, келесі бағанға орнаттым. Неге түйменің орнатылған тұстарын көрсетіп жатырмын. Мына бағанда тұр. Сыртқа қарап тұрған бағандарды санайтын болсақ, бір, екінші бағанда тұр. Одан кейін үшінші, төртіншін өткізіп, бесінші бағанға қойдым. Сол кезде осылай аяқта жақсы тұрады. Міне, мына тұстардың барлығын былай түзулеп дұрыстасақ жақсы көрінеді. Негізі аяққа келген кезде мына тұстардың барлығы тартылып, ешқандай жиырылу болмайды. Жалпы сабақты соңғы бөлімі мүмкін экспресс мастер-класс сияқты болып кеткен шығар. Ол үшін менде белгілі бір себептер бар. Уақыт өте тығыз болды, барлығын үлгеріп түсіргім келді. Сол үшін түс болсын, кеш болсын қарамай тоқып барлығын көрсетуге тырыстым. Барлық тұстарының тоқылу нұсқасын көрсеттім бастысы. Ары қарай енді сол бойынша, нұсқаулық бойынша тоқып шықсаңыздар, осындай әдемі аяқ киім шығады. Мінекей, осымен сабағым аяқталды. Сіздерге пайдалы болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан. Және егер сіздер тоқып жатсаңыздар, нәтижесін менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер сұрақтар болса, қосымша телеграмға ссылка қалдыруға ұмытпауға тырысамын. Сол жерде сұрасаңыздар, барынша көмек жасауға тырысамын.